Барып көмектесейін. Телефон тұтқасына жылаған дауысты белгілеп қойш. Маған тауықтың қанаттары керек емес. Маған үйректің табаны керек. Дегенің болсын. Сонымен, бізден Сашаны қарызға сұрап тұрсыз ба? Иә, ақшасында төлей аламын. Бұл күлкілі. Тоқтай тұрыңыздар. Сіздер түсінбедіңіздер. Жолбарыстарыңызға қауіп төніп тұр. Бұл қоқаңлоққа көрсетуме, мырза? О, жоқ. Мен оған қауіп төндіріп тұрған жоқпын. Онда кім? Бәлкім залым сиқыршы шығар. Тоқтаңыздар, бәрін түсіндіремін. Біз дайындыққа бара жатырмыз, иә, кеттік. Біз дайындыққа бара жатырмыз. Дайындыққа барамыз. Кешігіп қалдым. Сізге үлкен рахмет. Жолбарысты мен қайда ұстар едім? Сен өте жақсысың. Я, сен қолға үйретілген жолбарыссың. Сәлем, достым. Саша қыдырып қайтқың келмей ме? Джекимен бірге бармайсың ба? Жүр. Мяу. Өтінем, жүрші. Егер ин мен янның күші тең болса, сені қозғалтуға шамам жетпейді. Саша жақсы. Бір ғана, оның жақсы тұлғасы қашып барады. Сұлуым. Саша көңілді. Ол Ульф пен Гельмутпен бірге жаттыққанды ұнатады. Мяу. Джеки! Ол ойнап жүр. Сашаның бүгін көңіл күйі жиі өзгеріп жатыр. Сенде кілт бар ма еді? Джеки, бәрі дұрыс па? Иә. Қамқорлығың үшін рахмет. Не? Ей, маған ұқсайтын біреу бар екен. Менің денемнен кет, әйтпесе сазайыңды тартқызам. Сенімен ұрысқым келмейді, бірақ менің де денем. Ин мен ян күшіне сендердің соңына дейін бөлуге жол бермедім. Енді біреу зұлым. Енді не істейм? Біреу ақылды, бұл мен. Тек бір ғана тәсілмен бастарыңды біріктіруге болады. Жүріңдер. Дереу жолбарыстарды табу керек. Біреу міне жүр. Түріміз ұсқынсыз шығар деп ойлағам. Қолос маңдаулармен жанжалдаспаңдар. Қаштық! Бізге тиісіп көр, сені жаныштап өлтіремін. Қаштық!
көзіңе қара.